Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өте танымал синнабонның рецепттерімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ болып шығады және де өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы сүтімізге қант қосамыз және жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін жұмсақ немесе ерітілген үй температурасындағы майды қосамыз. Осыған ашытқы және де бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. Және осы массамызға ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырды жылы жерге 1-1,5 сағат аралығына қоясыздар. Менде қамыр өте жақсы көтерілді және осыны 4-1 формаға келтіріп алып, жақсылап жаямын. Қамырдың қалыңдығы шамамен 0,7 см болуы қажет. Яғни 7 мм болуы қажет. Және де осы жерде бізде корица мен қант екеуін жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттерді описанияда қалдыратын боламын. Жақсылап көріп аласыздар. Осыны қамырымызға май жаққаннан кейін корица мен қантымызды сеуіп, жақсылап орап аламыз. Жақсылап орағаннан кейін барып, пышақпен емес, жіппен кескен дұрыс, себебі пышақпен түзу кесілмейді. Ал егер кәдімгі жіппен кесетін болсаңыздар, өте түп-түзу және де майыспай әдемі болып кесілетін болады. Осыны табамызға саламыз және де 200 градуста 20-25 минут аралығында пісіресіздер. Бетіне, яғни начинкасына кез келген нәрсе қолдансаңыздар болады. Менде ол сметана мен қанттың тағын бірге қосып, осындай сұйық консистенцияға келтіріп, жақсылап істеп алдым. Осымен дайын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.